Жеңше қалайсыз? Жақсы. Жеңше осы сіз тоқал алу дегенге қалай қарайсыз? Өте дұрыс қараймын. Екі қолымды көтеріп тұрып қолдаймын. Дұрыс, қазақтың санын көбейту керек. Алса, алсын. Ода тұрған ештеңе жоқ. Жеңше, менде бір сұрақ бар да. Неге осы бір еркек 4 әйел ала алады да, ал неге бір әйел 4 рет күйеуге тие алмайды? Ой, соны да білмейсің ба? Бір еркек 4 әйел алса, бір жылда 4 бала дүниеге келеді. Ал әйел адам 4 рет күйеуге тисе де, жылына 1 рет бала келеді. Қарсы? Мін, бар ғой. Сіз сонда ағам тоқал аламын десе, қарсы емессіз, Кім? Сіз. Жаңа айттыңыз ғой өзіңіз. Мен өзім туралы айтып тұрмын ба? Мен басқалар туралы айтып жатырмын, өзім туралы айтып жатқан жоқпын ғой. Қарсымын? Мен басқаларды айтып жатырмын. Тоқтасаңыз, Жеңше, жаңа жерден тоқтасаңыз. Вайын ғой бұл. Вайын болса да тоқтамаймын мен. Қай-қайда вайын тауып аласыңдар. Ертең сосын орындалып кетсе не істейміз сосын? Жамандық шақырмай. Қойшы түсірмейміз осындай вайын, керек емес. Ой, не істейміз? Не түсірмейміз? Не түсірмейміз? Кешке не саламыз ал? Бұны түсірмейміз. Тур осыны түсірмейміз. Бағланмен түсіріп барып. Ой, Бағлан аға, бос емес ол. Кино бастап кетті ғой? Бастап кеттің бе не? Иә? Ойбай, біз не алып жүрміз? Түспейміз ба соның киносына барып? Бір шетіне. Кеттік. Жүр, бар, кеттік, жүр. Ал ананы. Нені? Нені деген телефондамайсың ба? Бұл жүр кеттік. Что сіздей? Бәке, Ертайдың рөліне мына жігіт көрші, вариант. Қалай? Болмайды, қымбат ол, басқа актерді көрші. Ал Бағлан, міне, киномыз құтты болсын, міне. Тәтті болсын, сәтті болсын. Шашу-шашып келдік, ал шашу. Құдай қаласа құтты болып, бәрімізге барға кәдімдей күшті болсын, ше. Ризамын. Кешіріп сұрайын. Қалайсың? Жақсысың ба? Аман есенсің ба? Кино күшті болайын датып. Жүр, бұлай. Не ғой, Бағлан? Бәрі сұрап жатыр, Бағлан кино түсірейін датыр, түсейін деп жатсың ба? Мен түсетін жағында қойын соған. Бос күндерімді той алмай, заказ алмай, дайындалайын деген, текст берсіндер ертіріп жаттап, келген кез тез түсіп кетпейін ба? Жұлдызай. Түсінем енді. Біз басында арзан әзілдер түсіріп жүрдік, вайын қылдық, күлкі сыйладық деген сияқты. Енді мынау кішкене серьезный кино. Бұл драма. Енді ел сені комедияның актрисасы ретінде таниды, солай ғой. Енді білмеймін драмаға қандай рөл қосатынды. Бәкена, техничканың рөлі бар ғой, соған көрмедік па? Иә. Как раз сен баяғыда ойнадың ғой техничканың рөлін. Жарайды, қабағын түсіп кетті, қалжыңдап отырмын. Мен жұмысым жасай берейін, сосын өзім хабарласарым. Жарай ма? Иә? Так, Соман. Последний вариант, мына жігіт бар енді, осыны көріңіз. Әли, Хабарлас осы. жинана конфеттерді, кеттік. Кеп тұр ғой. Маған звондайсың ғой? Жүрегіммен ант бердім, шүкір Алла бақ берді. Болашақтың дәптерін жазып келіп бас әріптермен. Аққуымды атпадым, ал досымды сатпадым. Жіберемін қалай өткен күннің батпағын. Санада мың сорап, бір торып бір құлап, мендегі мың сынақ, бір көліп бір жылап, тамшылар ұрғылап, қалағанды сұрап, жаратқаннан жылап, алақанды жайып, алдағы күн уайым. Санада мың сорап, бір торып бір құлап, мендегі мың сынақ, бір көліп бір жылап, тамшылар ұрғылап, қалағанды сұрап, жаратқаннан жылап, алақанды жайып, алдағы күн уайым. Жеңше? Мен Бағланнан бұндайды күтпедім. Мен де күтпедім. Маған драмада ойнай алмайсың дейді. Еще серьезный кино дейді. Сонда мен не серьезнейсің деп тұрма ол? Солай сияқты? Шетін бірдеңе әкеше бар. Қой, Жеңше, ят емес па? Қазір үйге барған не деймін мен? Ашуланып ішіп алды деп айтам ба? Ят емес па? Ой, су алып кеш, тамағын құрғап кетті. Су ма?
Приказ. Жеңше, тұрыңыз, ұят емес пе, Жеңше? Жеңше. Жұлдызай емес па? Вайын ғой, қыздар, вайын. Өте беріңіздер. Вайын ғой. Жеңше. Жеңше, су. Али, Ау, өзіміз кино түсіреміз. ақша ше. Отыр. Көке, бата беріңізші. Кеттік ақша табамыз қазір. Бұл кісі кім болды? Мен сенен ондайды күткен жоқпын, Бегілан. Сені де біреу дос дейді. Хей, Жылдызбек. Өмір ғой қайтесің енді. Келіп тұрған мүмкіндікті жіберіп алмайын дедім. Сонда біздің бірнеше жылдан бергі достығымызды бір мүмкіндікке айырбастадың ба? Мүмкіндік көп, мен жалғызбын. Ақшаға сатылып кеттің сен. Нағыз сатқын екенсің, Бегілан. Болды ма? Стоп, дурбой, болды ма сінес? Мен стоп дегенше дейді, до конца ойнайсыңдар дедім ғой. Все, давайте, сценарий беріңдерші. Қараңдар сценарийлерді, тексттерді тастап кеттіңдер. Редактор дайындаймыз. Костюм, грим, поправки, несен жасаймыз. Бірақ мен уақытта. Мақсат уақытында ма шығар ғой? Біз кино түсірейік дедік, соны білеміз да кетеміз. Неден бастаймыз, соны айтшы. Сценарий бар ма? Ой, сценарий жоқ. Идея ше. Ой, идея көп. Не қыласың? Неден бастаймыз, соны айтшы болды. Ақша дайын ма? Ой, мынауын қызық па деймін. Макс, айтса енді қанша ақша керек білмейміз ғой біз. Айтшы сен. Жоқ, енді бірінші бар ғой. Жұлдызай бірінші сценарий жазу керек. Соған байланысты актерларды іздеу керек. Сосын Группа дайынбыз ба? ақша. Болмаса, бірінші ақша іздейсіңдер, сосын сценарий жазасыңдар, сосын актер іздейсіңдер. Болмаса, бірінші актер іздеңдер, ақша табыңдар, сосын барып сценарий жаздырасыңдар. Болмаса деме, болатынды айтсай, Макс. Дайынбыз. Все, давайте, все по местам. Дубль. Макс, қанша кетеді? Тишина на площадке, барлық адамдар шығамыз. Все, давайте, по местам. 50. Тишина. Ой, не біреудің шайында тастап. Тамам. Барлық адамдар шығамыз площадкадан. Кешір. Қанша дейді, қанша керек дейді? 50-60 дейді. Сенде бір. Жеңше, Не? 50-60 деді ма? Доллар ма, теңге ма ол? Теңге ғой, теңге ғой. Теңге болса, дым да емес екен ғой? 50-60 миллион деді ғой саған. Миллион ба? Иә. Жеңше, бізде қанша бар? Не істейін демең қанша бар Ой, екен? білейік та жетпей жатқа ары-қарай іздейміз ғой. Ой, күйдіргі, сен мен күйдіресің бар ғой. Мәне, бізде 1,800,000 теңге бар. Ой, дымда емес екен ғой, аржанда 58,200,000 тапсақ болды екен ғой. Сен бар ғой, мен күйдіріп өлтіресің. Құдай бар ғой, осы Жұлдызайды күйдірсін деп жіберген ау деймін сені маған ше. Адам шынына тиіп. Ой, мен не істедім? Мен не істедім? Не істейміз енді? Так, не деді жаңа Макс бізге? Сценарий деді, одан кейін артист деді, одан кейін ақша. Или ақша болса, сосын барып артисттерді іздеп, соған қарай сценарий. Ой, ол да бір адам миын ашып жаңылтпа шықсады. Режиссер дегенге. Неден басты, кімде бар ма? Біздің қандай таныстарымыз бар, ақшасы бар? Жүрші. Көріп та. Сұрап көрейікші. Жеңше, мына жер ыңғайсыз емес па? Үйіне барып сөйлесіп тұрмадыңыз ба? Ол таң азаннан кешке дейін осы клубта емес па? Оның үстіне ол кісі ерке. Бабын жасап сөйлеспесек, бере салмайды кез келген нәрсе. Мейлі. Не істесеңіз де, Жеңше, ең басты ақшаны алсаңыз болды. Звондаймын. Саламатсыз ба? Сәлеметсіздер қыздар. Лиза Амировна осы жерде ма? Иә. Рахмет. Бұл жаққа кіруге болмайды. Киім ауыстырып келсеңіз. Артық киімдеріңіз бар ма? Бөлексің, жаным бөлексің. Бөлексің. Лизапке қалайсыз? Лизапке. Ау, қалайсыз? Жұлдызай,
Қалайсың, қалай? Жақсы. Не істемішсің? Тренировка ғой, сол. Бұрыннан келіпсің ба? Иә, бір жылдан асып кетті. Өзгеріс жоқ қой. Жөн, неге? Ой, сіз мен былтыр көрмедіңіз ғой, Лиза әпке. Толық семіз болып кеттім ғой мен. Иә, жақсы болып қалды. Кел, отыр. Иә, келіңіз. Ойбай, не істеп жатыр мынау? Өзіңіз отыр дедіңіз ғой? Енді анаған отырсай. Ай, кешіріңіз. Сен өзі точно келіп жүрсің осында? Келіп жүр, не болды әпке? Жақыным болғасын бір жақын отырып сөйлесе қойын деп ем өзіңізбен. Аннан кәттінен. Анан басасың. Ой, істеп тұр екен ғой. Иә. Қыдығын келіп тұр екен, иә. И басында солай болады, сосын үйреніп аласың. Иә. Ойбай. Әпкедар, мен бұған бұрынмын. Лиза әпке! Мына кісі қайда кетіп қалды. Лиза әпке! Лиза әпке! Сіз таппай қалдың ма? Осындан мына жер бар ғой, тіпті керемет жылда. Кеш. Қойшы. Давай. Әпке, қойшы. Давай. Кеш. Керемет тұра бар ғой. Не жаңалық сонымен? Сөйлесе ше? Рахат, жылысай? Жақсы екен. Айтпақшы, сен жаңа бірдеңе айтам деп едің ғой, мен дым ештеңе ұқпадым. Сол. Не ғой, әпке? Шын детсем, неден бастарым білмей жатырым бар ғой? Давай. Не ғой? Кино түсірсек па деген ғой? Қанша? Не қанша ақшасын сұрап жатсыз ба? Мына жерде қанша жатамыз деймін да, күшті тура. Білмеймін, 20-40 минут жататын шығармыз ба? Айта берейін ба әпке? Давай болғанда былай ғой әпке. Бір кино түсірсем ба деймін, әйтеуір. Елге пайдасы бар. Өзіңіздей қолдаушыларым барда неден қорқам деймін да. Иә, содан енді артыңыздан еріп келатқан сіңіліңізбін ғой. Соған кішкене бір қаржы жағынан көмектесіп жіберсеңіз, мен де қарыз болып қалмас едім да әпке сізге. Әйтеуір кім берді дегенде Лиза әпкем қолдады деп айтам ғой ертең бәр жерге да. Сол кезде сіз де Лиза әпке? Лиза әпке? Мынау. Лиза әпке! Өртеніп атсыз ғой, Лиза әпке! Лиза әпке! Шықпай келіп қалған. Лиза әпке! Қазір құтқарам. Шыдаңыз. Лиза әпке, шыдаңызшы. Шыдаңыз, мен сізді құтқарам. Жұлдызай, ұйықтап жатыр едім, оятып жіберді ғой. Енді бұл массажды бір түр емес енді. Давай. Массаж ба? Кешіріңіз онда мен. Ұят болды. Кешіріңізші, Лиза әпке. Білмей қалдым, далада күтім. Жүріңіз әпке? Жүріңіз. Ой, күшті жүрді. Керемет, е? Жүрсіз
давай. ыңғайсыз болды ше. Кеңсіз отырыңыз. Ой, жорық қаласы кеңсіз. давай. Ой, Бүгін жамылғаңыз. не істейін? Бүгін бір керемет демалыс болды иә, бір рахаттанып қалдық қой. Айтпақшы бағана, не айтайын демейін, давай, айта бер. Ол былай ғой. Мен айтайын деген... Қыз. Алло? Қалайсыңдар? Қалайсыңдар, Дубай қалай? Береміз ғой? Ойбай, бір 100 миллион доллар сұрағандай болдың ғой? 4,5 миллион ба? Берем. Ай, былай болсын, да бар ғой, үстіне мен 500-ін қосам, менің сүйінші болсын, а? Давай, қазір жіберем, давай. Дубайдағы подругам ғой, ана машина алып, сол бір 5 миллион аударып жіберейін, қазір. Давай, айта бер, не айтайын, не едім? Айтайын деген бар ғой. Менің айтайын деген... Мен айтайын деген. Оңдаған. Шексіз. Ойбай, әпке, мен әлі айтайын деген айтқан жоқ ма? Сені мен сана жездеңді айтамын. Ақыраңара бірден қарама. Жездең отыр әне. Бәсе дейін. Күнде совещание деп кетеді. Звондасаң қоңырауға да жауап бермейді. Қаз былай болсын. Қазір жездеңді мен алам. Ана қасындағысын сен аласың. Давай, кеттік. Давай. Оңбаған намеге байлаңыз. Қазір. Былтыр доллардың құнсыздануына байланысты бизнесіміз 3%-ке төмендеп кеткен, өзіңіз де білесіз. Биыл Аллаға шүкір 6%-ке жоғарылады. Сізбен бизнесте партнер болу... Ой, жайма сенікі. Давай нес. Сіздермен сөйлесіп отырмын. Давай. Ей, мен бизнес жайлы сөйлесіп отырмын деймін саған. Давай. Ұмытышпа, бизнес деймін саған. Мен сенің бизнесің бар ғой, бизнесін шығарым. Давай. Кешіріңіз. Давай. Сәлеметсіз бе? Сіздікі негіз дұрыс болмады? Жоқ, менің жездемде неңіз бар деймін да. Отырмайсыз ба? Тұрып айта берейінші. Енді әп-әдемі айранда үйіп отырған отбасы, әпкем де жақсы. Жоқ, ұялмайсыз ба? Жап-жас қызсыз, бойдақ жігіттер көп қой. Мысалы, менің қайным бар, әппақ қайным, еріндері кеседен басқа жерге тимеген дегендей. Сондай... Сол. Тәте, сізге не болды? Тәте? Давай. Айт, кім анау? Ей, кімінес Астанадағы бизнес партнерім емес па? Сонда бизнес партнерін осы жерге келесің, кабинетте отырып сөйлеспейсің ба? Кабинетке кездестік, келісімшартқа қол қойды. Енді Дубайға ұшып баратқаннан кейін шай ішкізейін деп енді отырғызған сол еді. Бытысын шығардың ғой. Сонда осы жерге келу керек па? Енді қайда барам мен енді? Бұл жерде басқа жер көріп қалдым. Ойбай! Ё-майо! Ойбай! Бірге дейміз саған. Блин, сырғам қайда? Мынау сырғам Парижден алдым. Қанша тұрады білесіз бе? 2000 евро. Мынау костюм бәрі құртыңыз. 5000 евро. Не істейміз енді? Мен сізді сотқа беремін. Айтсаңшы. Кешіріңіз, түсінбеушілік болып қалды. Шығынның барлығын өзім өтеп беремін. Жүріңіз, мен сізді шығарып салайын. До свидания, Татешка. Жұлдызай, сен бәрін бүлдірдің ғой, Жарайды, бәрін төлейміз шығыныңдан. Бірақ есіңде болсын. Бізге қарыз боласың. Құтың ба? Сен не үшін келіп едің, не істеп жүрсің өз? Ішсінге қойып еңші. Давай, кеттім. Әлі кез келер, бәрі де бәрі өзгерер, өмір өзгерер, оны көз көрер, бізге кез келер. Жеңше, сіз осы мінезіңіз қоймасаңыз болмайды.
Не болып мен мінезіме? Ой, бірден от алып кетесіз ғой. Неңіз бар ол кісіде? Ақшаны алып тыптыңыз қайтпайсыз ба? Қарыз болдыңыз да қалдыңыз. Мейлі қарызды қоя беріңіз ақшаны. Сотталып кеткенде не болатын еді? Қойшы, қараспан төндіре берме. Онсыз да мазам болмай тұр өзім. Мен Дәулетке хабарласайыншы. Солай жасайықшы дұрыс. Звондайықшы Дәулетке. О, Дәулет, қалайсың? О, Жұлдызай, Әли, қалайсыздар, амансыздар ма? Америкадан жалын сәлем. Лағман Зындырдан сәлем. Өзі Америкадан сәлем жоқ. Дәулет, біз кино түсірсек па дегенбіз. Кино? Мен киноға түсе алмаймын, енді Америкада жүрмін ғой. Уақыт болмайды. Жоқ, саған түстеп жатқан жоқпыз ғой, бізге не андай. Дәулет, сбор ашып ақша жинап бересің ба? Сбор ма? Енді ол қалай болар екен? Сбор деген ол мұқтаж жандарға, үй жоқтарға жасалады ғой. Енді, лай сырт көзбен қарасаң, біз сен мұқтажбыз бар ғой. Жұлдызай, Әли, уақытым жоқ менің. Декреттегі еркектер деген сабағын түсіру керек, үйге қайтып бара жатырмын, кейін хабарласам, иә? Тоқта. Жеңше, еркектерді декретке шыға ма не? Білмеймін, сондай курс жасап жатса шығатын болғанда енді. Таптым, жүр кеттік. Қайда? Не қыласың, қайда екен, жүрсей? Мен сен бір жерде жолда лақтырып кетіп жүрмеймін, жүр. Қазір қалайда ақша табам да, осы киноны қалайда түсіремін. Жүрші. Қайда жүрсің, болсай тез. Келе жатырмыз ғой? Немене бәле киіп ақысың? Ой, ол кісі қазақилықты, тарихи кинолар жақсы көреді деді, патриот деді. Сол сыйлағана естіп келдім. Ой, бірдеңе шығарасың да жүресің. Айналайын, кіріңде сөйлемей қойшы, өтініш, бірдеңе бүлдіресің сен, жүр кеттік, жүр. Жеңше, сізде бір қыз жібектегі ма, киімді киіп алуыңыз керек не? Қыз жібек, қайда қыз жібек, жынды ма? Жұрттар, кино түсіргелі жүрсіңдер ма? Сценарий бар ма? Сценарий жоқ әлі. Режиссерлерің дайын ба? Группа текст бар ма? Оператор, суретші, грим, костюм. Осының бәрі сай болған кезде кино басталады. Ұлы ел Американы, Америка қалған Американың киносы. Бар елге таныстырған. Сондықтан киноға жауапкершілік үлкен болу керек. Жоқ, қызықсың бар ғой, сен неге айтпайсың? Бізге режиссер керек жеңше. Сценарий бәрін түгелдеп алайық деп неге айтпайсың сен? Ой, мен қайдан білейін оны? Сен бірнесе білесің ба өзі? Қайдан білейін, қайдан білейін? Жүрен солай түгелдеп көрейін. Бірден өзі, менен көреді екен. Тоқта. Садағың қайда? Ой, жаңа қолым талып кеткен стол қойып. Қалып кетті жеңше. Прокатты кеді ғой. Көрді ме? Үйлер күшті дедің бе саған? Жеңше күшті екен, Ой, бай, ақшалар бар. Әдемілеп сұрау керек та. Мынандай үй бар адам, ақша жоқ ойсың ба? Жеңше қарасаңшы, есік алдарында 4 машина тұр ғой. Екі салафан ашылмаған еще. Жабайламаш. Дым көрмеген адам қосамаш осы, үйтіп істемеңдерші. Ой, дым көрмедік қой, не көрдік ал? Сол білдіру керек пейсті, не көрдік ал деп. Позоркіме отыршы. Айтпай-ақ қой. Қазір. О, жеңше, балық. Қарсаңшы. Не болды дым көрмегенде жүріп келдіңіз ғой? Бағана, ойбай, дым көрмегенде болма деп. Турыңнадай балық көрмеге ме? Цветной ғой мынау? Разница жоқ.
ой біздің кезімізде черно-белый балықты ғой бәрі. Әдемі кәдімгі. Иә. Неше, біреу келе жатыр. Амандаспады ма? Тек кет болды. Жеңше қарсаңшы. Не істеп? Қарсаңшы. Али жаңа ғана айтты ғой, тозырғымыш деп жемесе жапсай. Татты екен жеңше. Жапсай. Көрші дәмін. Көрші. Үйден егесі кесінесің, бірге жейміз ғой. Күштеген аузында ерит кәдімгідей бар ғой. Мен тозыр қыласың сен бар ғой, жүрген жерде. Тап біреу жей салайыншы. Келе жатыр. Ой, Жұлдызай, сәлем. Ой, Нұргүл, қалайсың? Сәлеметсіз. Сәлематсыз ба? Не запроспен келдің? Запрос? Қандай мақсатпен жүрсің деген ғой? Мақсатпен болғанда. Кино ғой? Кино түсірсек па деп. Кино? Кино түсірудің артында қандай қажеттілігің бар екен, Жұлдызай? Енді ондай бір қажеттілік емес, андай Нұргүл несін жасырайын сенен бар ғой. Бір адамға қатты ерексіп, жыным кеп сол киноны түсірсем деп жатырмын ше. Экзистенциалдық кризис десейші. Қандай кризис? Жоқ, Жұлдызай, осыны айтып жатқан кезде өзіңді қалай сезініп жатсың? Қандай күйдесің? Жалпы неше жасар секілді күйде тұрғандайсың? Жеңше, мына кісі тауып па? Психолог. Енді оңай емес қой, біреуден бірдеңке сұрау, қиын сезініп тұрмын. Бір кәмпит сұрай алмай тұрған бір балалар болады, 4-5 жасар, 4-5. Сондай сезініп тұрмын. Ендеше есіңе түсіріп көрші, 4 жасында қандай жарақат алған едің? Жарақат дейсің ба, 4 жаста? 4 жаста қандай жарақат алып? Мен қайдан білейін ол кезде, сіз танымаймын ғой. Менен 22-ден былай қарай сұраса білем. Танымайсың, Мен жарақат болғанда, есімде жоқ, білмеймін. Қазір кімнен келе жатқанымызды ұмытып қалатын заман ғой өзі, құлап қалған шығарын тізем жүріп, білмеймін ғой енді, бірақ кім Нұргүл? Бізге ақша керек, ақша бере аласың ба? Жұлдызай, сен саналы түрде ақша керек деп тұрсың ғой, Керек қой. Бірақ та сен рух деңгейінде қаламай тұрсың ғой. 3-4 жасар бала ақша керек емес қой. Маған ақша проблема емес, мен алып бере салар едім саған. Сен түсінші, ақша деген ол энергиямен тікелей байланысты. Мен саған ақша берсем, мен энергиямды бергендей боламын да. Сен мен энергияны көтере алмайсың. Немене болды? Біз одан ақша сұрап келдік қой. Ол бізге алды кітабын сатып жеп, екі ортада біздің ақшамызды алып қалды. Сосын сен немене, мен де аламын, жетеді ғой екеумізге бір кітап. Ой, сұғы басына келген кезде бейшара ұқсама, сосын ақшасы көп адам сол ала салды. Ой, тұрмайды, осындай кезде бейшара болмай қалады кезінде адам нервісіне тиіп. Жын кеп тұр. Не дейді мынау? Не мынау? Ақшасы жоқ адам кедей емес, арманы жоқ адам кедей дейді. Жеңше, біз кедейдің кедей екеміз ғой, Не ақшамыз жоқ, не арманымыз жоқ, не мақсатымыз жоқ, не сценарийіміз жоқ қой біз. Жақсы болыпты сол. Әркім бір кітабын өстіп сатып алып жүре берсе, конечно, ақшаң жоқ болады. Не болды мына? 50 мың теңгеде, 100 мың теңге бізге кетті. Жеңше, босаңызшы. Қазір. Ой, осыны бар ғой. Алдын ала ауыстырып қоюға болады ғой дайындап. Жеңше, осы кино түсіріп біткеннен кейінше, жап жаңа, дөңгелек жарылмайтын машина алайықшы. Өлмейтін адам бола ма? Жоқ. Сол сияқты кім айтты саған машинаның баллоны жарылмайтын болады деп, ескі болсын, жаңа болсын, жарылады ғой ол. Әлде айтты ма саған жаңа машинаның баллоны мен жарылмаймын деп. Жеңше. Не? Менде бір идея бар. Не идея бар? Сіздің Әділ ағаңыз бар емес пе? Ал? Сол кісінің бүгін туған күні екен ғой. Бүкіл әнші сол кісінің соңында жүр. Бүгін туған күніне барайық тосын сый болып. Күшті идея бар. Даңғара түсіре беріңізші.
Ой, домкратты түсіріңізші, баллонды әкеңізші. Сен отырып деп ала бермедің бе? Өзім ауыстырып нететім ғой. Адам шын. Кетіп па жеңше? Ой, тұрмай, мынаны қарашы. Мынау не енді? О, күшті түсіріпті о. Кім түсірген? Мен сен қайт түсіппін, кім түсірген сұрадым ба? Біреу түсіргенде енді сыртынан қараса енді. Ой, тұрмай, қайсысы үлгереді екен дейді, табанның астында осылар. Ой, тұрмай. Жоқ, жазып қойған тақырыбын қара, не дейді? Кеше ғана қарқылдап жүрген жұлдызай. Сауатсыз. Қайда, қарқылдап? Жарқылдап қой, және оқысай, жарқырап дейді міне. Жарқылдап деп ғой менде. Міне, кеше ғана жарқырап жүрген жұлдызайдың бүгінгі күн. Ой, тұрмай, көп нүкте қойып қойыпты. Кетті қазір. Кетті, жаңалық біткеннің бәрі қазір жазады. Ойбай, бейшара жұлдызай баллонын ауыстыратын ақшасы жоқ, көшеде қалыпты. Вулканизацияға жетейін десе жетпепті. Болмаса біреумен ұрысып қапты да содан баллон жарылып кетті. Соған көмектесем деп қызыр болдым бар ғой, шынына айтсам. Неғып отырып жүрсеші десең. Салим блоктарыңды ауыстырма кеше? Ауыстырдым. Тақтақ етіп, менің шек қоймады ғой. Колодкілерін ше? Ауыстырғам. Шиқылдатпай. Өзіміз колготка кимесек те сенің колодкілеріңді ауыстырып жүретін болдық қой, адам шынына айтып азын. О, бір жылай бермеңші жеңше. Қалай жыламайсың? Бір колготка бір жылда бір-ақ рет аламыз. Мынауың деген 2 апта сайын колодкасын ауыстырамыз да тұрамыз, адам не істейді? Ендеше құрметті қонақтар, дәл осылай көңіл күймен тойымызды әрмен қарай жалғаймыз. Арнайы ағамызды құрметтеп келген, күллі қазақ танитын актриса Жұлдызай Дүйсенбиева қарсы алыңыздар. Аға, туған күніңіз құтты болсын. 100 жасаңыз, ауырмаңыз. Біз сіз жақсы көреміз. Жан аға, асыл аға. Осы ән сіз үшін. Жеңгем екеуіңіз бақытты болыңыздар. Жеңгем кетіп қалған ғой? Қашан? Былтыр ковидтен. Мейлі қоя бер. Болды ғой басты. Ағам бар менің, арқа сүйеп еркелейтін ағам бар менің, алға қарай жетелейтін ағам бар менің, алтындарда тең келмейтін ағам бар менің. Ақылшым ағам, қолда барын бөліп берген ілесіп саған, ізіңнен мен еріп келем әкемдей болған, қамқоршым құрған, ей ардақты ағам. Ақылшым ағам, қолда барын бөліп берген ілесіп саған, ізіңнен мен еріп келем әкемдей болған, қамқоршым құрған, ей ардақты ағам. Жол көрсетіп алданмаған, оу жүрақ ауаман. Ағам бар менің, арқа сүйеп еркелейтін ағам бар менің, алға қарай жетелейтін ағам бар менің, алтындарда тең келмейтін ағам бар менің. Ақылшым ағам, қолда барын бөліп берген ілесіп саған, ізіңнен мен еріп келем әкемдей болған, қамқоршым құрған, ей ардақты ағам. Ақылшым ағам, қолда барын бөліп берген ілесіп саған, ізіңнен мен еріп келем әкемдей болған, қамқоршым құрған, ей ардақты ағам. Жол көрсетіп алданмаған, оу жүрақ ауаман. Әнің қандай керемет. Дауысың тіпті тамаша. Тахмина, рахмет саған. Аға, мен Тахмина емеспін ғой? Енді кімсің? Аға. Ой, сен жаңа шатастырдың ба, не қылдың? Енді той болған дейді, енді доктор қазір келесінамыз. Баста тұрмас аяулы жастығыма, қызым раушан құрған сезім бар.
Жеңше, уайымдамаңыз, машина сатсақ та кино түсіреміз. Қазір мен машина алып келейін, е? Ол вообще бағана сіздің орындаған ән менің әнім ғой. Бопты, қойшы айналайын. Қалай бопты, қалай қойшы. Керек десеңіз мен сізге 2,5 миллион теңге штраф салам, сотқа бер. Інім, айналайын, қойшы. Бопты, өзіңіз қараңыз. Сотта келісеміз онда. Енді жетпеген осы еді маған. істедің сен? Жеңше, уайымдамаңыз. Алды болмаса да артын сатамыз ғой. Енді неңді сатасың? Ой, жеңше, бауырсақ алып шыққансыз ба? Иә, Кемел аман болсын. Кемел деген кім? Кім емес? Оны да айтып жатырмын, Кемел деген оны ше. Өткен Шымкенттен алдырдық қой. Ағаң алып келді ғой. Күшті ұн екен бар ғой. Мынаны қарашы, бауырсақтар деген кәдімгідей томпақ болып бүйтіп піседі. Нанын қарашы сен, нанын қара. Міне, жұмсақ қоя кәдімгідей бар ғой. Күшті ұн. Ой, сөйтіп айтпайсыз ба? Кемел деген ұн деп. Мен Кемел деген бір кісі екен деп ойлап қалмайын ба? Содан сұрап алған шығар деп. Күшті екен. Жеңше, бауырсақтың дәмді болуы ұннан екен ғой, сонда, Сонда сен не? Өзіңіз дәмді қылып жасай алмайсыз деген болып тұр ма маған? Жоқ, дәмді істей аласыз қой. Просто ұнның жақсы болғанын айтып жатырмын да. Жеңше, сосын бар ғой. Астанаға бекер шығын болып баратқан жоқпыз ба? Телефонмен звондап-ақ сұрай салуға болатын еді ғой. Сен өзіңді ақылдай көресің ғой. Мен жетпей отырмын саған. Сен қызықсың бар ғой, қайтып оғанға бірден звондап, бізге ақша керек, кино түсейін деп ақша берді деп қайтып айтамыз, а? Бір 30 000 теңге сұрайтын адамсың. Сондықтан барып, бетпе-бет отырып сөйлесуіміз керек. Болмайды. Әшейінен Вай, мына жақта кімдер десем, диспетчер хабарлап жатыр ғой мына жақта. Құрметті жолаушылар, абай болыңыздар, екінші купеде Жұлдызай мен Али кетіп бара жатыр. Ой, қалайсыңдар? Бұлана кеңіз төрлетіңіз. Жұлдызай, қалайсыңдар, е? Жақсы. Неме біле, айранмен жоғасың. Басымды. Қарасай, мен шашымды үлбіреп тұр ма? Шампунь деген осындай болу керек қой. Мен саған осындай шампунь әперем. Шашың гүл сасып жүреді ол гүл. Қайқа барасыңдар? Астанаға шықтық. Кино түсірсек па дегенбіз. Соған спонсор іздеп, бір сөзбен айтқанда ақша ғой, сол іздеп жүрміз. Кім береді ақша қазір? Ешкім бермейді ақша қазір бар ғой, иә? Қазір $100 берсе бар ғой, 100 күн маслихатқа шығарып, келмесең келлер жібереді ғой. Мінекей, кино түсіреміз дейсің ба? Ойбай, мынау ма актерім? Али ғой, иә? Ой, Жұлдызай, сенің вкусыңа не болған өзі? Сенің вкусыңды бар ғой, иә? Моншаға барып, жақсылап жуындырып, пилинг жасату керек. Айналайын, мынаның бетін қарасай ма? Грим емес сылау керек қой мынаның бетін. Стяжка керек қой, шеге қағып, сын жүргізіп бар ғой. Жеңше, мен айтып отырмын ба? Айналайын, Али, інім. Сен сәл жағыңа демалыс бере тұршы. Біз мынау актер мен актриса бір сөйлесіп алайық жақсылап, е? Менің негізі жеке ойым ғой енді, айтып жатқаным. Негізі нормально ғой, Нұрлан ағай, янақ қойшы. Қойшы?
Ең түсіп қалам десе мен тоқтатамын ғой қазір мен түссімді. Нормальный бала бұлайынша. Жұлдызай бар ғой, мен вагон жүріп суретке түсіп жүрмін ғой мына жерде ше. Өткенде бір тойға барғанмын ғой. Екі келіншек жүгіріп келеді, сізбен суретке түсуге бола ма? Сізбен суретке түсуге бола ма деп қойды, болады дедім мен. Сосын ана екі келіншекке айттым, мына түскен суреттерімді өшірмеңдер дедім. Керек болады дедім, пайдасы бар дедім. Неге дейді? Үйге барып өліп қойсаңдар маса болмай дейді дедім. Неге бар? Деп екеуі бар ғой. Көзі болар ма? Рахаттанып қалғансың ғой. Не ғой Нұрлан аға, біз кино түсіреміз дейді. Идея айтыңызшы одан. Идея бар ма сізде бір? Идеяның бәрі менде ғой Жұлдызай. Айттым ғой мен саған бүйтіп ерімді көтеріп жүрмін қазір. Ең келсем идея төгіліп қалып жатыр ғой, аузымнан бауын байлайын десем. Қатын сыпырып жинап қойып жатыр. Бір екі қатын тастап кетемін, мен машинамда бар негізі. Бірақ енді Астанадан келгеннен кейін ғой, қазір Астанаға жетіп алайық. Келші, идея үшін алып қойып Көңілі көтеру өмір өтер қасқағым сәтте қалар ертең бұл жалғанның жолында бәрі бүгінгі күні басқа күннен жаңаша деп гаишниктер қуып келеді ғой артынан. Сөйтіп тойға шығып бара жатырмын да мен соңғы тос болып жатыр ғой ана жерде. той деген ол қазағымның қазынасы ғой таусылмасын қазыналы тамаша күнде той болсын көрген күніміз елге күй сыйлап әнмен жырымыз екеуі күліп жатыр ғой. әрбір күніміз тойдан Сонымен бар ғой, ана келеміз тойға. Тойдың хозяйны бар ғой, нервничать етіп тұр ғой. Кешігіп келеміз ғой, адамдардың бәрі жиналып қойған. Жүгірші ғой, айналайындар, қаяқ жүрсіңдер, қаяқ жүрсіңдер деп отыр ғой. Сөйтсем қасымдағы жігіт айтып қойды, қолымды бұғымды сатты, қойшы келді, қой уақыт дейді ғой. Ана идеяны болды. Сөйтіп және ресторанға келеді, және заказ беріп жатыр ғой. Айналайын сен бақыт құшағында деген әнді білесің ба, айтып берші, ақшасын берген ғой. Білем деп, өзіңмен арыстың бойында. Әппақ орамалың басында сенің әппақ орамалың тұмарым менің әппақ орамалың Тастай салды ғой үйтіп. Аналар тісті бар ғой, тек қана тамақ жеуге пайдаланады ғой. Біздің иттер қалай, а? Бізде ит деген ұғым қалай? Анау Сәрсенбектің иті арасында топтың жалындаған отсын лебізімнің жарын жинаймын саған аруым сен кел дедім Жәмилә қызым Жәмилә Жәмилә менің арманым Жәмилядай ару қызды қиялыма баладым Жәмилә қызым Жәмилә Жәмилә мен Kinale muemedi moya ojalá la Kinale muemedi moya ojalá la ojalá la Жеңше, болды уайымдамаңыз. Ажыратып жібердім. Нені? Вагонда. Нұрлан аға соңғы вагонда ғой. Ажыратып жібердім, енді мазаламайды бізді. Жақсы отыр. Кел онда өзіміз отырып шай ішейікші. Миды аштырып жіберді. Жейтін нәрсе қалдырмапты мына жерде. Бәрін бір өзі жеген ау деп. Аузы бір не сөзден босамайды, тамақта босамайды адам. Жұлдызай! Мен тастап қойған Шеге ғой. Жұлдызай! Қабаратсыздас! Ұшқап беремейді, біткен жоқ қой! Жұлдызай! Әди. Нұрлан қанған? Өзінің вагонына кетті ғой. Не болды, шақырайын ба? Жоқ. Теңге, 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 теңге. Бір газ баста, сен жұмышаса. Біз таңдағыңызға рахмет, сау болыңыз. Саламатсыздар. Саламатсыз. Ой, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Саламатсыз. Гаухар ханым бар ма екен? Иә, бар. Шақырып жібер. Қазір шақырамын. Неге он беріп жатсың? Ана кісіге береміз деп алып келдің ғой. Алдан шыққан адамға береміз. Тұрзай ханым, саламатсыз ба? Ой, қалайсыз? Жағдайыңыз қалай? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Қайдан жүрсіздер? Бүйір сүйшетті. Саламатсыз.
Рахмет. Біз кеп қалдық сол. Қош келдіңіздер. Ой, рахмет. Біз андай кино түсірсек па деп жүрміз. Күшті, құтты болсын. Рахмет. Бірақ соған көмек керек болып тұр. Қандай көмек? Енді бірақ көмек қой сол. Жүріңіз кабинетке барып сөйлесек. Сөйтейікші. Қанша дейді? 990 мың. Мықты екен. Рахат қой мұны қысты киесің шап жылы. Мыналар да күшті екен. Немене? Шаш сияқты шуба ма немене? Что вы делаете? Ничего не делаю, шуба такой думал просто. Қызық па, шашын жинап жүрмеймін ба өзі? Мына бала қайға кетсіз? Сметана. Ей, не істеп жатсың? Же, қашып, қастық. Ей, жүні ба, не кірді? Тез болсайшы. Не істедің? Айналайын тым жақсы әңгімелесіп, тура сметаға кеп қалған едің ғой, не істедің? Ой, ештеңе істеген жоқпын. Жебе шығып тұр екен ана шубаны. Сіз сияқты үзе салайын деп едім. Лап ете қалды ғой. Жоқ, саған кім жібін іздеді? Нең бар тұрған жіп. Ой, неге сен сол шубаның ортасынан өзің өртеп кетпедің, соның орнына? Ой, Құдай-ай, енді не? Біреу звондап жатыр, үйдегілер іздеп жатыр деймін біз. Гауһар. Амай қойыңыз. Айт, бәленбай миллион. Құдай білет деп айтып, бәленбай миллион тұрады. Амай қойыңыз, естімеген сияқтана. Бұл өшіре саңызшы. Немене қайғана келдім, ма? Өзім адам ақша таппай жүрген кезде расход қылып сен бар ғой. Қайтарда плацкартпен қайтасың сен, білдің ба? Тамақсыз қайтасың, білдің ба? Өмір бақи үйге барғанда да тамақ ішпейсің сен. Жатқан расходсың. Не істейін деп жатсың? Ананы үзе салайын деген ба? Не істеп тұрсың, а? Енді мен лап еткізіп өртеп жүрмекшісің ба? Жүрейін ертең жаңалықтарда сосын. Ана қайнысы Астананың қақ ортасында жеңгесі өртеп жіберіпті деп. Не істейміз? Ну, біріншіден, Жұлдызай, чтобы ты в фильме просто вау была, тебе нужен такой яркий, дерзкий, сексуальный, гламурный образ. Жұлдызай, сен, конечно, маған ренжіме, но саған капитальный ремонт керек. Сен бетін уже понимаешь, земное притяжение, конечно, нити здесь не помогут. Тебе нужна подтяжка. Потом угол Джоли уже тоже потерян, грудь, я так понимаю, ты не делала. Нет, тебе нужен 3-й размерчик. Ну, липосакция, конечно, не помешает. Ну и потом, знаешь, Жұлдызай, ты, конечно, меня извини, но ты выглядишь как уборщица. Поэтому тебе нужно срочно переодеться. Қыздар, у нас есть платье XL? Қалай? Бірақ тұр мынау ыңғайсыз сияқты, ыңғайсыз жерде тұрма деймін да. Болмайды ап тұстауға? Следующий. Жұлдызай, давай что-нибудь другое. Ты знаешь, неплохо, но что-то не то. Нет, вообще не твой цвет, не твой фасон, не твоя длина. Давай другой лук. Вот этот лук тебе подходит, но, знаешь, не хватает собачки. Шикарный лук, супер.
Адаммен кетіп амандасқан Жұлдызай, ну что ты прямо, смотри, мына жерден былай шығарасың, и мына жерден, это же специально так задумано, это дизайнерский кулек қой. Слушай, ну тебе очень идет шикарно, просто сразу, знаешь, фигура появилась. Все-таки сен құрбымсың, мен саған скидка жасап беремін, дайте калькулятор, сейчас я все посчитаю, смотри. На көйлек, да, стоит 2,5 миллиона тенге, да, минус 10%. 2 миллиона 250 тысяч тенге. Слушай, это прекрасная цена. Мен саған еще подарок жасап берем, вот такой вот роскошный шарф. А он тоже будет сниматься? Да? Да. Слушай, ну ему нужно полностью и пластику, и ким, конечно, все надо менять. Күшті образ таңдадыңыз. Кеттіңіздер, сау болыңыз. Иә, рахмет. Жүрсеш тез-тез. Күшті образ таңдадыңыз. Қайдағы күшті образ? Ана образдармен мені Түркістанға кіргізбей қойды. Сосын біз бұдан ақша сұрап келдік қой. Не істедік бұдан біз қарызға кіргізіп жерді ғой. Негізі жеңше бар ғой. Ештеңе сұрамадық қой, білесіз бе? Қойш? Иә, ештеңе сұраған жоқпыз. Бәсе, ештеңе айтпадық, ә? Айтпадық. Бәсе, мен ап сөйлемедім деймін. Қоқырсын қайтақшы. Тағы біреуге қарызға кіріп кетпей жүр. Бірдеңнен бастап кете салды, өзі киіндіріп жібере салды адамды. Ең болса шай ішейік, әкел. Құдай. Е, ыстық тамақ тапсырыс берген жоқсың ба? Жоқ, тек шай пай бердің, болды. Берме, эконом жасайық. Онсызда осы жол бұрғы Астанаға келеміз деп қанша ақша жараттық. Расход болдық. Мынау, қарыз болып кеттік. Шуба анау. Өртеп кетсе төлейсің ғой ертең. Қанша ақша қалды өзі бізде? Ойбай. Қанша қалыпты? Мен, мынанша қалды. Осындай қалды ма не? Осының қалғанына риза болсайсың? Турымен бір өзім жаратқандай. Не істеуге болады екен? Ат екен е, жеңше? Ат? Мынау не? Не? Мынау не деймін саған? Сіз айттыңыз ғой, ең басы ыстық тамаққа тапсырыс берме деп. Сен осы әдейі істейсің бе? Мен жыныма тигің келе ма? Мынау дегенің ыстық тамақтан да қымбат қой, білесің ба? Мына тәттілер қанша тұратын білесің ба? Ана алдында 4290 тұрады, 3200 тұрады. Мына бәрі қосқанда 15 мыңдай төлейсің, білесің ба? Бір жатқан расходсың ғой маған ше. Адам жынына тиіп. Одан да кешегі вокзалдағыдай 890 теңге бош ше салу керек еді. Сен енді ат қызды шақырып қайттан беріп жіберейін ба? Ат екен деп қай-қайдағы адамдардың бәрі атқа теңеп көрінген нәрсенің бәрін. Тоқташы. Не болды? Ат. Той керемет өтті, ризамын саған. Ризалығым сонша бар ғой. Мен саған қорада тұрған бір ғой, үйде қорада тұрған. Бір семіз ат тұр ғой, жылқына. Атардым саған. Қой, рахмет. Рахмет аға, рахмет. Кез келген уақытты келіп, алып кете бер. Үйде тұр. Не болды, жеңше? Самолетке қайда? Самолетке билет аламыз. Ой, мына жеп алайық та, сосын барамыз. Сосын жейсің, жүр, тез бол. Ақша таптым мен. Бол, кеттік. Кеттік бол. Бошы, Али, бош тез. Ой, аудан. Босқай. Келе жатын. Мені шаппен қап кетті, аласса болады ғой осыны. Осақ мені өлтіреді. Таптым. Сауны. Ау, өмірсерк. Өмірсерк, кухняда шкафты ашшы. Енді тұрғы екінші полкісіне қарасай, заварка тұр ма? Қасында шекер бар. Өздерің шай іше беріңдерші, мен қазір жылқыны алам да келем. Давай, ренжімеңізші. Аға, давай.
Жеңше, менің ағам бар ғой осы, красавчик қой. Сіздің бүкіл еркелігіңізді көтереді. Красавчик ағаң. Ағаң жақсы ғой, ағаң негізі мықты ғой. Бірақ сен соған ұқсамадың да. Жеңше, неге естесіз? Ақ қайным деп бір еркелетіп қойсаңыз болмай ма? Мен білесіз ба? Өзім қара болғанмен жүрегім ақ екен, білесіз ба? Ойнап жатырық, не болды? Әзіл ғой? Жетейін деп қалды ғой, осы жер ма? Жеңше, атты аламыз ғой қазір, қалаға барып сатамыз, сөйтіп киномызды түсіреміз. И киноға мен күшті ат ойлап таптым. Қош? Анау кеше қайнымен жеңге деген бар ғой, дұрыс естілмейді екен ол. Ол кассада жинамайды екен, ат деген айғайлап тұру керек екен. Қандай? Көзіңізге елестетіңізші, Березка деген ат. Березка деген не мағына беретін білесіз ба? Не мағына беретін? Ақ қайным деген мағына береді. Сол мен ғой ақ қайным деген. Қалай? Күшті? Ақымақ десін. Березка деген ақ қайным емес қой. Ақ қайын ғой, ағаш қой. Қызықсың, сен де бар ғой, бірдеңені айтасын отырасың. Майонез деп қойық онда. Неменеге майонез деп қойымыз? Енді ол да ақ қой. Отырақ бәрі ақты жинап. Құрт деп қойық, сүт деп қойық, айран деп қойық. Отырақ сенің ақ жерлерін жинап. Алдымен мына атты тауып алайық. Содан кейін барып киноның атын табамыз. Ағаларың кетіп қалды ғой. Ұзаққа кетті ма, күтейік па? Енді келмейді ғой. Жатқан жер жайлы өсін. Біз естімей қалдық, жеңеше ренжімеңізші. Сендерді көңіл айтып келді ме десем. Жай жүрсіңдер ме? Жай жүргенде біз не... Шын десем, ыңғайсыз екен мынандай кезде. Өзі қалай болар екен, айта бер. Ағаң жоқ болса да мен бармын. Атқа келді ғой, атқа. Айта берсеңші. Жат емес па? Ана, баяғыда ағаның атағанын атын айтып жатыр ғой. Біз ана кино түсіреміз өтіп, ақша іздеп соны аламыз ба дейміз, бірақ ол бұл жеңеше қой бер. Жоқ. Мойнымда қалмасын. Ағаңның атаған аты анау қорада тұр. Сендерді күтіп қартайып кетті. Барып ала беріңдер. Рахмет жеңеше. Жақсылыққа келейік. Айтпақшы. Ағама Құран оқытасыз ғой? Қой, 777 180 0909. Баяғы телефон ғой. Иә. Сөйтсіз тамай ма? Жоқ ғой, жеңеше ұстап тұр ғой. Аударсаңызшы, тез кетекті оны аттау. Ұстап тұр екен жеңешегіз. Міне, кетті. Түсті. Тойда қайтсын. Жеңеше рахмет. Жақсылыққа келейік. Тойда қайтсын. Алып кетейік. Ала беріңдер. Жақсы жеңеше, бекем бол. Жарайды. Мына атты бар ғой, үстіне ақша қосып бермесек ешкім алмайды ау. Киноның ақшасы шықпайды ау. Ой, жеңше, уайымдамаңыз. Жемін шөбін беріп, семіртіп сатып жібереміз. Оп-оңай саған, жем шөптің қанша тұратынын сен білесің өзі, қазір жем қымбат, шөп қымбат, сәләркі қымбат, строй материал қымбат, қант қымбат, білесің оның бәрі? Ой, оның бәрі не қатысы бар бұған? Қалай не қатысы бар? Тікелей қатысы бар емес пе? Шөп жинау үшін немен жинайсың? Немен ұрасың? Комбайнмен? Комбайн өзінен өзі жүре ма? Сәләркі құясың. Сәләркі құйғанда да ол өйтіп орып кетпейді ғой. Оны кім жүргізеді? Шофер жүргізеді. Шофер деген үйінен рахаттанып, қантпен шай ішіп келмесе, бас айналып құлайды ғой. Қан азайып. Еші үйінде стройкасы бітпеген, ол деген баға деген шарықтап тұр, нерв сойнап тұр. Соның бәрі оңай ма саған? Толған проблема. Жеңше, сіз оның бәрін қайдан білесіз? Неғыласың. Машина тоқтатшынан алып кетейік. Қазір өтсін да тоқтатамыз ғой. Машина мін, қаршы. Бұған болмайды.
Есің дұрыс па? Өліп қалған несі? Сөйтіп айтпасам, қорадағы малдың бәрін тарқатып кетіп болдың ғой сен. Ертең мен оларды көшеден көрсем, барып едім, ұнамай қалды, қайтып келдім деп айтам ба? Қайтып келген қыз жаман демекші. Қыз емессің ғой сен. Жарайды бопты мақұл. Малым сош болды. Не үшін соям? Ет мен өліп қалған жоқпын ба? Өліп қалған адамға Құран оқытпаймын ба? Әлде менің үйдегі осы жерде авторитетім жоқ па? Айтпақ жаңа, неше салды? Магазинге барып, ұн май әкел. Бармай? Бар, магазинге бар да алып кел. Неге барам мен? Неге барам мен? Өліп қалған адам барып жүрметін магазинге? Енді ұн май әкелмейсің ба? Бар өзің ұн бұл суды алып бар. Құдай-ай, уда басың қасын сенің. Жаңа 24 шелпек пісірді. Оны не істейсің? Жетеуін өзіміз жейміз. Қалған ше? Қалған тарап не аласың? Ана шөп тасымайсың ба, ана қорадан? Өліп қалған адамды тасымай ештеңе. Кете берсенім, кете бер. Неменеге тоқтап тұр бізге? Сырты да, іші де тола қай жеріне отырсынақшы бізді? Бер анан атыңа. Енді бір водовоз тоқтаса, Оны не істейін деп еңе? Ой, қазір шөп жегеннен түйіледі ғой мынау. Нервіне тимеші сен де бір. Онсыз да позор болып тұрмыз. Шөп тастап кетіп жатыр адамдар бізге. Бүйтіп кино түсірмей-ақ қойдым бар ғой. Біз сыймайды екенбіз. Рахмет. Жүре беріңіздер, жүре беріңіздер. Көке, тоқтайшы. Көке, қалаға ма? Біз апарып тастаңызшы, өтініш сізден. Кет, көке, жүріңіз. Ой, тапты қалай жүр. Қалаға кетіп бір қымыз ғой. Ағамыз жылқы базар тіккен сон. Ана жылқы. Жылқы қайда? Көке, тоқта! Сен неге жылқыға қарамайсың, Сен... Көке, кете бер! Тұрған ғой жылқы! Кәні, Сен неге жылқыға қарамайсың, Ұстана жылқыны! Қазір сол жылқының орнына сен соям бар ғой! Өлтірем қазір, әне! Құдай-ай, қайсы адам өзі әрең тұрған кезде осыларда осындай кезде іздеп қалады мені ше. Тыңның нервісін ойнатып. Гаухар. Бір сенде бар ғой, безукаға қойсақ құтыласың ба не? Ертең барамыз да жылқыны сатамыз да, сразу шубаның ақшасын беріп, шубадан құтылайық, түсіндің ба? Кино түсірмей-ақ қорқыш осы екеуміз. Не қарап тұрсың, жапсаң шес кетейік та. Ой, қалай жабасың мына заттың бәрі сыймай қалды ғой. Не істейміз? Не істейсің? Түсіңдер ат-баттарыңмен бірге. Аға, қызықсыз ба? Жаңа ғана өзіңіз мінгізіп сияды ғой. Мына жерінен сасаңызшы, сияды ғой арасы. Бағана айтқан мен, сыймайды деген осы жерге. Сияды ғой, қарасаңызшы. Сыймайды мына, қаншама зат қалды. Давай түсіңдер. Қош, түспеймін мен аға. Машина. Арамыз енді қаладың енді Жеңше, атқа мініп алайықшы. Жай болсын қалаға жетеміз. Қой айналайын, ана белін майыстырып, өлейін деп тұрады, одан сен өлтірейін деп тұрсың ба? Қызықсың сен бар ғой, сен мына аттан сен салмағың көп екенін көріп тұрсың өзі, көзге көрініп тұр ғой. Ой, қойыңызшы, не болды сонша?
Құршай, онда машина күтейік. Жүрмейді аналары. Кетік жүре берейікші. Ой, сенде бір. Aramız endi Qaladың енді Ойбай. Ұйықтап қалдым екен, я, Али? Жатып қалса. Ей, тұр. Кәс, тоқтай тұр. Жеңеше! Ой, жеңеше. Ай, не болды? Не болғанда? Жай ма? Жеңеше, атты алып кете алмадық. Көлік таппадық. Мейлі ғой? Соны ниеттеріңізге рахмет. Өздеріңізге бұйырсыншы жеңеше, көңілдеріңізге рахмет. Жақсылыққа келейік жеңеше бұдан кейін. Рахмет сіздерге. Ағам ба? Жаным-ау, ағаңның әруағы үйден лақсықтап кете алмай жүр ғой. Кетікші. Жеңеше, қазір түскеннен тамақ ішіп алайықшы. Жеңеше, бізде мөлді ақша алмады, мөлесің ба? Шума тимей отыршы. Соңғы 300 теңге төлеген жоқпыз автобусқа. Не тиесің бар вообще? Негізі бар ғой, мына бала тәрбиесі бар ғой, сендерге байланысты. Көбінесе бізді айтады ғой, ой, еркектер кінәлі деп. Сендер бар ғой, екі қабат болған кезде көп бар ғой, нерві жетесіңдер да, ашуланып жаңағыдай ананы іздеп, мынаны іздеп, ананы алғыларың келеді, мынаны алғыларың келеді. Бұл кісінде жүрмейтін жер жоқ негізі. Ол балаға кетеді. Бала содан мектепке барған жай не түсші, ол? жай. Бір нәрсесін тыңдамай, бұзық болады бар ғой, Ей, Жұлдызай, Али, ойбай отырыштық ба? Кино түсіремін деп жаяу алдыңдар ма? Ақша бермедім ашкам? Айттым ғой, мен сендерге бермей дедім. Менің 3 қап идеям да бар ғой, алу керек еді. Рахмет аға, аға тоқтайсыз ба, біз Бар көрді ғой, тойға барам деп бар ғой, барамай отырмын. Ерлан машина мініп кетіп қалған ғой, өсі бір тиынсыз бар ғой, жүре бересің сендер бар ғой. Менің идеямды алсаңдаршы сендер бар ғой. Жұлдызай. Мен айттым ғой саған, Жұлдызай. Мынау. Жұлдызай, сен әлде де болсын ойлан, менде идея көп қой, білесің ғой. Али, айт ана Жұлдызайға, ойлан. Ой, жетпеген осы етеді бізге. Жүрші. Құдай-ай. Ой, зонтик болғанда ғой, Жеңеше, үйде бар ғой? Бір ай сенде бір. Кім ол телефон сол? Гаухар звондап жатыр. Бар ғой, ертең таңертең тұрайық та, алтындарды ломбардқа өткізіп, кешірім сұрап, шубан ақшасын сап жібереміз ау деймін, сөйтіп айта салайын қазір, Алло, Гаухар, сәлематсыз ба, қалайсыз, жағдайыңыз қалай? Сендер бір апта болды ғой Гаухар, киноны қоя тұрыңызшы. Анау шуба бар ғой,
соны Али негізі әдейі жасаған жоқ та сол. Шуба, оны қоя бер. Мен үйдегі ағаммен сөйлестім. Келісті ғой, спонсор боламын деп. Ақша дайын. Қойшы. Қай номерге жіберейін? Осы номерде ма? Қазір аударамын. Рахмет. Ағама да рахмет айтыңыз, рахмет сіздерге. Біз ана Шубаның ақшасы бар ғой, бәріміз құтыламыз, көресіздер ғой? Аға, жақсы. Не болды, жеңше? Али! Ау. Али! Ау. Ақша табылды, кино Қойсы! Ина! Жаңбыр басылып қалды ма? Иә? Бұл да бар ғой, бір жақсылықтың нышаны көресің. Кеттік жүрші. Ай, дұрыс болды. Ағам бар менің, арқа сүйеп еркелейтін ағам бар менің, алға қарай жетелейтін ағам бар менің, алтындарда тең келмейтін ағам бар менің. Ақылшым маған, қолда барын бөліп берген ілесіп саған, ізіңнен мен еріп келем әкемдей болған, қамқоршым қорған, әй ардақты ағам. Ақылшым маған, қолда барын бөліп берген ілесіп саған, ізіңнен мен еріп келем әкемдей болған, қамқоршым қорған, әй ардақты ағам. Жол көрсетіп алданмаған ол шырақ ауламан.